Күшік пен мысық. Қарны ашқан күшік тауда қаңғырып жүрсе, қасқыр жүгіріп келіп, «Ей күшік, мен сені жеймін» депті. «Қой көкешім, қой, әуелі мені тойғыз, сонан соң жерсің» депті күшік. Қасқыр жарайды, менің соңымнан қалмай ере бер депті. Екеуі бірге келе жатып, бір топ сиырды көріпті. Қасқыр өзінің жолдасына қарап, «Маған қарашы, менің көздерім, құлақтарым, аузым, құйрығым қандай екен» депті. «Сенің көзің шоқтай қызарып жайнаған, екі құлағың жылмиған, аузың арандай ашылған, құйрығың артқы екі аяғыңның арасына қыстырылып, жас шыбықтай болып майысқан» депті күшік. «Мен не қылар екем, соны қара» депті де қасқыр шап-шып барып бір бұзаудың тамағына жабысып тұншықтырып өлтіріпті. Күшікті де тойғызады, өзі де тояды. «Мен тойдым, сенің етіңді енді жемеймін, қош бол» депті де қасқыр желе жортып кетіп қалыпты. Күшік бұзаудың жемтігінің қасында қалып, 3 күндей тегін етке тойып жатыпты. Ақырында іші пысқан соң қаңғырып жортуға шыққан екен. Бір аш мысыққа кез болып, оған «Ей, мен сені жеймін» депті. «Қой күшекке, қой, әуелі мені тойғыз, сонан соң жерсің» депті мысық. «Жарайды, менімен бірге еріп жүр» депті күшік. Біраздан соң бұлар бір топ түйеге келіпті. Күшік: «Мысық, маған қарашы, менің көздерім, құлақтарым, құйрығым қандай екен» депті. «Несін айтасың? Сенің көзің бозарып тұр, құлақтарың салпиып тұр, аузың аңқайып тұр, тілің салақтап, құйрығың салбаңдап тұр» депті мысық. Сонда бұған күшік: «Енді мен не қылар екенмін, соны көр» депті. Күшік жүгіріп барып бір түйенің аяғын тістейін дегенде, түйе мұны дәлдеп тұрып басқа теуіп қалыпты. Күшік сол арада сеспей қатыпты. Сонда мысық айтыпты: «Ей мақтаншақ, сен әліңе қарамай қиын іске қолыңды созасың, сенің етіңді мен жейін» депті.